Қазақ құрастырған электрокардың прототипі былай айтқанда. Бұл көлік нөлден басталып жиналды. Былай айтқанда көп машинаның запчастарын алынған. Бір зарядтағанда бағанасы 300 километрге жетеді дейсіз ғой. Мына жерде өзіміздің қазақтың собственный зарядкамыз болады мысалға. Осыларды көбейтіп машиналарға сала бастаймыз. Әзірше өзіміздің қолдан жасап жатырмыз, өзіміздің бюджеттен былай айтқанда. Араға жалғастыра береміз, оның қарап тұрған ештеңеміз жоқ. Бензинді шығарып тастап, электродвигатель қойып, заңды түрде бізге рұқсат беретін болса ертеңгі күні, мысалға легализация. Біз оны техпаспорттың өзінде өзгертетін болсақ, ертең даже налог төлемеуге де болады. Бұл дегеніміз арзан қолжетімді көліктердің бірі болады. Ең бастысы бензин төлемейсіздер, бензинге ақша кетпейді, майына ақша кетпейді. Электрокар дегеніміз өте тиімді. Баршаңызға сәлем, есімім Ерканбек Қалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Біз Шымкент қаласындағы сұхбатымызды әлі де жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Ерлан, осы Берен Моторс компаниясының старшийы былай айтқанда. Біздің артымызда электрокар, қазақ құрастырған электрокардың прототипі былай айтқанда. Енді TikTokта басқа жерде көрген шығарсыздар, негізінде былай айтқанда танымал көліктердің бірі. Соған бүгін обзор түсіретін боламыз, және де жалпы осы компания бойынша кез келген көлікке электрокарға ауыстыра алады. То есть сіз көлігіңізді алып келсеңіз, сізге қажетті мөлшердегі электрокарға ауыстырып бере алады. Сол сұхбатымызды жалғастырамыз. Кейіпкер Ерлан, ассалаумағалейкум. Жақсы. Көлік туралы характеристикасын айтып берсеңіз көрермендерге. Енді бізде YouTube кішкене ұзағырақ айту керек болады, таныстырып берсеңіз. Бұл көлік нөлден басталып жиналды. Былай айтқанда көп машинаның запчастарын алынған. Артыңғы алдыңғы подвескілер BMW-нікі, есіктері Opel Frontera'нікі, әртүрлі машиналардан алып қойылған. Бұл жасай алмайтын заттарды біз амалсыздан басқа машинанікін алып қоямыз. Мысалы, баллондары, ходовка деген сияқты. Былай айтып өткен кезде бұл қазір батарейкасы 75 киловатт, шамамен 350 километр арасында жүру керек. Біз шығып тексермедік, оның себебі бұл машина регистрация қойылмаған. Былай айтқанда машина емес, былай заңды түрде. Жай ғана прототип. Жай прототип. Сондықтан біз оны көп жүре алмаймыз, ешқайда шығара алмаймыз. Теория бойынша 300 километрден артық жүру керек. Моторына келген кезде бұда екі мотор, екі бөлек, алды-арты екі бөлек қойылған. Несімен пиковая мощность деген ол андай болады, мысалға. Бірден газ басқан кезде моторлар ең күшті, ең көп бере алатын мощностьті беретін кездегі санау бойынша екі мотор бізде 400 киловатт шығу керек. 400-450 киловатт шығу керек. Ол лошадиных силмен санайтын болсақ 500-ден асу керек примерно. 560. Біздің теория бойынша салмағы 2 тонна, сол салмақпен расчетпен жасайтын болсақ 0 мен 100-дің арасы жылдамдығы ойымша бір 6-7 секунд болу керек. 6-7 секунд. Жақсы. Бұлай енді өздеріңіз айдаған кезде максималды қай жерге айдадыңыздар? Бір паркке барып айдап көрдік, қатты дәу емес. Наурыз парк бар, бізде неде, қалан сәл сыртында. Қатты дәу емес, оның бір-екі айналдық болды. Бұлайнан жүре алмаймыз. Жүретін болсақ, ол заңсыз неге кетеді, сондықтан қатты жүре алмаймыз. Жақсы. Бұлай айтқанда бұл Берен компаниясының несі ғой енді? Бойтұмар деп айтуға болатын. Негізінде Қазақстан бойынша өте танымал көліктер. Жақсы, шағын разбор жасап кетейік. Негізінде дизайн бұл Қазақстанда жасалынған ба? Қазақстанда жасалынған. Ол жағын кім қалай жасалған, ол нақты мен білмеймін. Мен жауап беретін жұмысым осы электроникасы, бағанағы моторы, батарейкасы, бүкіл электро жағын бәрін өзіміз жасап жауап береміз. Мынау сыртығы, бояуы, мынау қалай жасалған, қалай қалыптарды құйылған, ол жағын мен білмеймін. Бірақ өзіміздің осы команда, бүкіл жұмысым бәрі осы команданыкі. Сондықтан мен электроника жағынан айтып беремін. Жақсы. Негізінде жалпы көрермендерге шағын ғана көрсетіп кетейік, мысалы ішін көрсетсек болады. Мына жақтың барлығында тонировка қойылған. Енді қалаға шықпайтын көлік болғаннан кейін, в принципе, ол жағынан ешқандай не жоқ шығар, мәселе жоқ шығар. Көліктің іші осындай. Жақсы. Көліктің іші туралы не айтасыз? Бізде планшет машиналардікі, кәдімгі осы базарда сатылатын неңкі, магнитолы, руль, Chevrolet Cobalt-тік ма? Істеп тұр екен ғой, қосылған. Әртүрлі машиналардікі алынған, қалған көп нәрселер өзіміздің қолдан жасалынған.
Скорость қайда салынады? Скорость сол как раз бұрап тұрған ана шайба тұр ғой, сол. Оталдыруға бола ма қазір? Иә, тормоз бастырып басып оталдыр. Тормоз жере сал. Шайбаны бұрайтын болса, ауысатын. Қазір оталып тұрмасың да? Иә. Оңға бұрайтын болсаң, дыға қойылады да, газ басса жүреді. Бұл машиналарда мысалы газ басқанша жүрмейді, бір жақсысы. Скоростқа қойылатын болса, ручник тартылады автоматически. Скоростқа қойылса, өзі жүріп кетпейді ғой? Өзі жүріп кетпейді. Газды баспайынша машина жүрмейді. Тағы да қандай нелер бар мынаның ішінде? Терезені түсіруге? 2 рет артқа бұрайтын болса, R қосылады, и камера қосылады. Ол стандартты түрде. Камера надан көрсетіледі? Камера 3 сабыс ба? Жоқ, простой. Простой камера. Прототип болған соң, ол қатты кіріскен жоқпыз ол жағынан. Іші кожа. Іші кожа, иә, бұл Range Rover'дің, по-моему, орындықтары. Сол айтып ғой, әртүрлі машинанкін алып салынған. Негізі қанша көлікпен бірдес құралған бұл айтқанда? Бұл бірінші прототип, бұл жалғасады. Ертең мысалға бұл зауыт түрде көбейетін болса, бұл шамамен бір, былай грубо айтқанда, 50% өзгеру мүмкін. 50% өзгеріп кетеді машина, сондықтан көп адамдар айтады ғой, мына жері жаман, мына жері ұнамайды, мындай углы бар, сондайдың қазір айтудың қажеті жоқ, себебі бұл әлі прототип. Ертең бұл талай өзгереді, аэродинамикаға байланысты өзгереді. Бағанағы 360 камералар болуы мүмкін. Сұранысқа байланысты. Комфорт, сұранысқа байланысты көп нәрсе өзгереді негізі. Сондықтан бұл тек қана прототип. Негізі жалпы дизайн жағынан, білмеймін, өз басыма өте әдемі көрінеді. Бұл енді кроссовер сияқты ғой негізінде, иә? Сол форматта жасалынған. Несі бренд жоқ, машинаның қалай айтса болады? Машинаның аты Кемет деп қойылған. Кемет. Қазақтың историясын білмеймін, шынын айтсам. Сол айтқанда біз электроникаға жауап береміз, қалғанын онша білмеймін. Жеңіл екен, ашқан кезде де, жапқан кезде де. Еш темір ғой. Былай айтқанда ауыр сияқты көрінеді, бірақ 3 мм листтардан жиналғанда мысалға, сондықтан. Жапқан кезде гелимваген жапқан сияқты. Иә. Құрт-құрт еді. Зарядтайтын жері. Бір зарядтағанда бағана сол 300 километрге жетеді дейсіз ғой? Мына жерде бактікіндей салбырат қоюға болады. Мына жерде зарядқа тығатын өзінің несі бар, кабелі бар. Герметично жабылады. Вообще негізі идея қайдан келген, ол туралы білмейсіз ба? Алдыңғы жылдың сентябрінен бастап жасалды, сондықтан көп нәрсе ұмытылып қалды уже. Қалай жасаймыз? Сол кезде былай пландаған, жақында бір жыл болады енді. Иә, уже уақыт көп өтіп кетті. Кімдерге ұсындыңыздар, қайда ұсындыңыздар? Негізінде былай айтқанда пікір қалай болып жатыр? Ұнап жатыр ма көлік? Бір-екі нелер түсірді, былайнан халыққа әртүрлі. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Біреулер керісінше мазақтауы мүмкін. Одандағы тазик шығарған дұрыс па деген сияқты. Неге енді қазақ құрастырған көлік? Бастамасы бәрібір осылай басталады, себебі қазір бастамасақ ертең ешкім оны істемейді. Бірінші бастапқанның өзі осындай болатын болса, егер ол айтқанда финальная версия ол өте күшті болады, себебі әдемі болады. Иә, бұның өзін істеу оңай емес негізі. Құрастырған кезде мына дизайны барлығы қайда құрастырылған? Осы Қазақстанда ма? Иә, осы жерде, бұл жерде қазір біз электроникасын істедік, бізде тағы базалар бар, тағы нелер, помещениялар бар. Сол жақта кузовын жасады. Бұның бәрі анау 3 мм, 2 мм листтар сатылады ғой, сондайды алып, иіп, солай жасалынғаннан бәрі, қолмен жасалынған. Бұл не емес, ешқандай бір печат, завод істеп атқан жоқпыз. Бұл прототип болғаннан кейін, иә, білінеді кейбір моменттер там зазор келмей қалады. Онда тұрған ештеңе жоқ, бұл себебі прототип. Финальная версия ол 100% идеальный болып шығады. Ең бас жасап көрдік дейсіз. Бірінші болғаннан кейін ол осындай болады бәрібір. Кемет деген керемет ат, қазақтың кәдімгі өзіндік есімі бар. Мемлекет тарапынан қандай бір ұсыныстар алған жоқсыздар ма? Қолдау деген сияқты. Әзірше, иә, жоқ, ешқандай ондай ұсыныстар жоқ. Заказдар түсті ма? Мысалға дамытындар, давайте кәсіпкерлер шығып, біз осыны қолға алайық. Жоқ, ондай да жоқ әлі. Болашақта болатын шығар. Қазір бітіргенімізге бір 3-4 ай болды. Пока тыныш. Бірақ әзірше өзіміздің қолдан жасап жатырмыз, өзіміздің бюджеттен былай айтқанда. Араға жалғастыра береміз, оны қарап тұрған ештеңеміз жоқ. Конечно, ол мемлекеттен үлкен поддержка сондай болатын болса, ол тез кетереді, тез дамып кетереді. Ал егер біз өз қолымызбен жасайтын болсақ, бәрін бағанағыдай шығынның бәрін өзіміздің былай айтқанда қалтамыздан шығаратын болсақ, ол ұзақ болады. Негізі қанша ақша кетті мына бәрін құрастырғанға? Оны да білмейміз, өзің ойлап, бір жыл бойы жиналды. Әрбір мысалға, әрбір мелочқа бір
тиын кетеді, теңге кетеді, оны білмейсің. Сондықтан саналмаған. Бұл әйтеуір уақыт өткен сайын әйтеуір ананы жалғайды, мынаны жалғайды, сөйтіп қалған нәрсе ғой. Кейбір нәрсе болады, мысалға жасайсың, келмей қалады. Амалсыздан ананы тастайсың, ол шығын тағы кетеді. Ол бірден сразу шыға салмайды, жақсы болып. Сондықтан белгісіз негіз бюджеті. Негізінде жоспары бойынша шамамен қанша уақыттан кейін бұны дамытып уже қолданысқа береміз деген ой бар? Егер былай қазір айтқандай поддержка болып, егер арға жалғасып жүріп кететін болса, кем дегенде 4-5 жыл ғой. Себебі бұның бәрі доработкалар болады мысалға. Көп заттар мысалы өзіміздікі емес, оның бәрін өзің шығаратын болсаң, оған сұмдық уақыт керек. Но түбінде шығаруға болады. Енді себестоимыз арзанға шықса, негізі Қазақстанда құралса, бұл дегеніміз арзан қолжетімді көліктердің бірі болады. Ең бастысы бензин төлемейсіздер, бензинге ақша кетпейді, майына ақша кетпейді. Электрокар дегеніміз өте тиімді не ғой негізінде. Жақсы. Көлік осы енді. В принципе, қатты бір өз басымен көлікті қатты түсіне бермеймін негізінде. Бірақ енді көрермендерге барынша көрсетуге тырысып жатырмыз. Мына терезесі түспейді ғой, жанынан түсіре болмайды ғой. Электропакет. Ар жақтан түсіреді ғой, электропакет. Ішінде негіз кәдімгідей көлік сияқты ғой, кондиционер бәрі бар ма негізінде? Кондиционері бар. Кондиционер ол да электрический кондиционер. Жаман жұмыс істемейді. Осы жерде тексеріп көрдік. Қазір күн ыстық, жаз. Көрдік, бәрі жақсы. Жол талғамайтын көлік болады ғой бұйыртса. Біз бұған байланысты мысалға бұл енді сәл кішкене дамып кету, ертең осы көбейіп кету қиын ғой. Сол үшін біз қазір бұл ғана емес, кез келген көлікті бағанағыдай электродвигатель қойып, электрический қылып жасаймыз. Ондай да ұсыныстарымыз бар. Қалаған адамға әзірше ешкім жоқ. Себебі бәрі қорқады, зарядка қайдан табам? Егер заправканың бәрін жоқ қойса, сен де мысалға бензин құя алмай қаласың. Сол сияқты да. Сондықтан зарядканы көбейту керек бізге қазіргі бастапқы мақсатымыз. Машиналарды осындай конвертацияға айналдыру керек. Бензинді шығарып тастап, электродвигатель қойып, заңды түрде бізге рұқсат беретін болса ертеңгі күні, мысалға легализация. Біз оны техпаспорттың өзінде өзгертетін болсақ, ертең даже налог төлемеуге де болады. Сол кезде сұраныстар көп болу керек. Кез келген көлікті электрокарға жібере аласыздар. Сол уақыт арасында осыны уже арада сол көп жылдар өтетін болса, осыны уже біз шығаруға уже дайындалып, бүкіл доработкасын жасап, жарға шығара беруге болады. Негізі күш қуатты өзі таңдайды ғой келген. Кез келген көлікке электрокар қылып ауыстырып бере алады. Мысалға ретінде мына көлікті айтуға бола ма? Бұл көлікте электрический жасалды, бұл да өзіміздің машина. Бұлай тапсырыс ешқандай не емес. Вот арнайы қазір өзіміздің зарядкамыз жасалынған. Макетный вариант қой. Мысалға ағашқа осылай жасадық. Но бәрі өзіміздің қолдан жасалынған. Бұл да мысалға ертең патенттеліп, осы Берен Моторстың өзіміздің қазақтың собственный зарядкамыз болады. Мысалға осыларды көбейтіп, машиналарға сала бастаймыз. Зарядканың несі бізде уже бітті. Мынау зарядный устройство қазір шамамен 1,5-2 жыл уже не алып қойды, андай тесттен өтіп қойды. Ал мен әлі зарядтап жүрмін. Себебі бұны тексеру керек. Күннің ыстығында көру керек, күннің суығында да көру керек. Қай жері бұзылады, қай жері мысалға жарамай қалуы мүмкін. Соның бәрін доработка жасап, уже 1,5-2 жыл уже зарядка жұмыс істеп тұр. Былай айтқанда бұның несі бітті бізде проекті. Мұнаның мөлшері қанша болып тұр қазір? Көлем бір зарядтағанда қаншаға жетеді километрге? Бұда қазір 35 киловатт батарейкасы бар. Расчеттау сәл қиын, себебі менде толық өлтіріп, толық зарядтап онда жүрмеймін. Себебі бір күн мысалы 50-60 километр жүрдім болсам, қайттан келіп тұрады. Сіздің көлігіңіз ба? Иә. Сіздің көлігіңіз. Документация жаққа? Сондықтан, документі енді бензин болып жүрміз. Уақытша бензин болып жүре береміз. Енді мотор енді запчастьқа жатқаннан кейін қатты заңды бұзып отқан жоқпыз. Оған қазір бензинде неде жүр ма? Жоқ, бензинді алып тастаңыздар, толыққанда. Бензин алып тастадық, бәрін алып тастадық. Лишний запчастьтың бәрін полын алып тастадық. Салмақ тастайды соның арқасында. Жақсы. Зарядтағанда қанша уақыт зарядтайсыздар бір зарядтағанда? Бұл зарядка бізде қазір тест болғандықтан шамамен 8 сағаттай зарядтайды. Себебі қатты көп емес, 3 киловатт қана. Ертең осы зарядкаларды көбейтетін болсақ, көп қылуға болады, 26 киловаттқа дейін апаруға болады. Ол уже трехфазный сеть болу керек ол үшін. Бұда қазір
120 киловатт номинал, 250 киловатт пиковый мощность бағанағыдай. 250 киловатты егер ат күшіне санайтын болсаң, шамамен 350 болады, 350 күш болады. Бізде екінші машина, біз жарысқа дайындап жатырмыз, как раз. Бұл машинада 2 мотор қойылады. 250 киловаттан 500 киловатт салынады. 500 киловаттың несін күшпен санайтын болсаң, ат күшімен, бұл жерде шамамен 650-700 не болу керек, аттың күші болу керек. Бұны біз арнайы жарысқа дайындап жатырмыз. Жарысқа, қандай жарысқа? Запчастар қазір толық келмей жатыр, солар келетін болса, осы бір айдың көлемінде осы неге шығарылады. Жарыс республикалық па, әлемге ма, шетелдік па? Жоқ, өзіміздің былай уличный гонки болады ғой, мысалы, кім Марк Диксон, солардың нелері сияқты, соларға шығып, көп адам айтады ғой, мысалға, жай жүре ма, 60-пен жүре ма, 60-тан аспай ма деп. Бәрі солай ойлайды. Мен де мысалы осы машина айдап жүрген кезде светофорда қасыма келеді, сұрайды, мынау 60-пен аса ма дейді. Мен айтамын, давай, онда зеленойға жаңған кезде бірге басып көрейік. Бірақ ол әжептәуір машина, жақсы машина. Мерседес жақсылары көрініп тұрған 4x4 нәрсе екен. Зеленой жаңған кезде басамыз, өтірік емес, 5-6 корпус қалып кетеді. Қаланшын енді біз 80-100-ге дейін ғана апарам, арға жіберемін. Себебі қатты нарушать болмайды. Сонда да бір көрсетіп қаламын да. Көп адам ойлайды солай, жай жүреді, 60-пен ғана жүреді деп ойлайды. Осыны 2 мотор қойып, сол арнайы жарысқа шығарып, енді біз анау бағанағы блогер ағаларымызды көп көреді ғой. Сондықтан соларға көрсетіп, халық кішкене көріп, осындай екен ғой, слабый болмайды екен ғой деп. Соған біз арнайы осыған проект жасап жатырмыз. 2 мотор қоямыз, жарысқа шығарамыз. Былай айтқанда Қазақстанда енді мүмкін емес шығар, білмеймін енді. Былай айтқанда соперник болмайтындай қылып жасағымыз келіп тұр. Қанша уақытта дайын болады деп отырсыздар? Бір айдың ішінде дайын. Бір айдың ішінде уже дайын болады, жарысқа шығарасыздар. Мына көлік өзіңіздікі. Рахат десеңізші, бензин құймаймын. Иә. Майды ауыстырмай шығарасыз? Жоқ, ондай жоқ. Даже су жоқ. Күшті. Мынау кәдімгі бензин құятын жері ғой негізі. Иә, бак, өзің бензин құятын бак жері, сол жерге бәрін алып тастап, розетка қойдық. Сырттан зарядка қоятындай. Оңай болсын дедік. Вообще негізінде қазір электрикар Қазақстанға кіріп жатыр ғой. Көбісі айтады. Мысалы мен өзімде мынандай не бар, возражение бар да негізінде. Өйткені біз Чимкентке, Қызылорда, басқа көп жүреміз ғой, қаладан қалаға ше. Сол кезде мен айтамын да, а вдруг жолда өшіп қалса, ол уже қиын болатын шығар деп. Бензин кез келген жерде бар ғой. Мысалға бір жүрдің 50 километрге сайын бензиндер табылады ше. А былай енді электрикармен өте қиын шығар деген ой бар. Енді өздеріңізде қалай негізі ол жағынан қиналып жатқан жоқсыздар ма? Иә, ол мысалға әзірше бұл машиналар, бұл көліктер қалада жүрсе жақсы. Уақытша. Ертең біз мысалы мынау қазір айттым ғой, зарядканы біз бітірдік. Бұл проекті қалмайды. Бұл проект мысалға ертең үлкен зарядкалар жасаймыз, прям дәу нелер қойылатын болады. Заряд әр заправкаға, Құдай қаласа шамамыз жетсе, әр заправкаға қойып шығамыз. Особенно неге трассаға. Бағасын қаншадан қоямыз деп ойлап отырсыздар негізінде? Бұл негізі енді білмеймін, енді қаншалықты ол баға жайын айта алмаймын. Негіз ол тегін болу керек. Біз уже өкіметпен сұрастырып көреміз. Былай жасайын деп жатыр, халыққа тегін жасайық. Машиналар көбейсін, өзіміздің мынандай прототип жасадық, соны іске асырайық деп айтамыз. Әзірше мынандай переделаны осыны конвертация жасалған машиналарды зарядтайтын мүмкіндік беріңіздер деп біз рұқсат алып, планда бар байымыз болашақта. Соның бәрін негізі қалаға қойып, және трассаға қойымыз келеді. Сіз өзіңізден басқа жерге зарядтап көрдіңіз бе? Алматыға? Жоқ, бізде зарядка жоқ қой. Алматыға әлі машина бармаған, сондықтан көрген жоқпыз. Бірақ Алматыда көп. Бірақ иә, ол Алматыда кез келген зарядка мысалға стандарт былай айтқанда бүкіл әлемде стандартный зарядка бар, ол Type 2. Нелерін бәрі, разъемдарын бәрі бірдей болады. Мысалға соны қоятын болсақ, зарядтай береді. Сіздікі келеді ғой оған, келе береді, без проблем. Жақсы. Негізінде электрокардың бір ғана минусы, басқа қаладан басқа қалаға баратын болсан, кішкене қауіптірек. Енді Алматыда бар, бірақ Алматыдан Қызылорда, бір басқа орталық жаққа, Қарағанды жаққа кетіп қалатын болсаңыз, көп жағдайда далада қаласыз. Сондықтан зикір, ханды алып жатқандарға кішкене осыны ескерту деп айтуға болатын шығар. Сол, құрметті көрермендер, шығарылымды аяқтаймыз. Енді қазақ құрастырған электрокардың прототипі, және де ең бастысы өз көліктерін электрокарға ауыстырған. Егер де кімде-кімге қызық болатын болса, адресін айтып кетсеңіз болады осы компанияның? Шымкент қаласы, Майлықожа 41, Берен Electronics бізде тек қана бұл ғана емес.
кәдімгі бензинмен жүретін машиналардың электрикасы бұзылатын бір нәрсе болатын болса, онда былайынан айтқанда услугаларымыз бар. Кез келген жалпы электроникаға қатысы бар мәселелер болатын болса, кез келген шешіп бере алады былай айтқанда. Біз енді тегін жарнама былай айтқанда Шымкентке келіп отырмыз. Ең бастысы сұхбат беруге келіскеніне алғысымыз шексіз. Өте қызықты контент болды деген ойдамыз. Сол, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Адресін айтты, міндетті түрде Инстаграмына барлығына тіркеліп алыңыздар. Телефон номерінде қалдырдық, хабарлассаңыздар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.